2 күннен соң Мәлике мен Бағила кешкілік балконда әңгімелесіп отырды. «Иә, әйел атаулының бәрі бақытсыз», деді Мәлике осыдан 10 шақты күн бұрын қолға алған балаларының кеудешесін тоқи отырып. Бағиланың күні бойғы сөзінен өзінше жалпы қорытынды жасап, өйткені олардың өмірі өзгенің қайғысы мен қуанышын түсінуден тұрады. Басқаның жанын түсінуге еркектерден гөрі әйел жақын. Сондықтан да біз байғұс көп кешіреміз, көп мұңаямыз. Өзіміз бақытсыз бола тұрсақ та өзгенің бақытсыздығына жанымыз ашиды, жылаймыз. Лике, айтыңызшы, мен бақытты боламын ба, бақытсыз боламын ба? Мәлике тоқып отырған кеудешесінен бас көтеріп оған бір қарады да, айтар жауабын қыз жүзінен оқып алғандай, көзін қайта төмен түсірген бетте сөйлеп кетті. «Білмеймін», деді ол демін тереңдеу бір алып, «сен тым көп ойланасың, бәрін парасат пен ақылға жеңдіргің келеді. Ол жаман ба?» «Неге, жақсы, тіпті өте жақсы». Мәлике оқушының сұрағына жауап беріп тұрғандай байыппен, тәптіштей сөйледі. «Жақсы адам болудың несі жаман?» Бағила төмен қарап отырған Мәликеге сұраулы пішінде қарады. «Сіз шыныңызды айтып отырған жоқ сияқтысыз». «Мен бе?» Ол көзін бадырайтып, кеудеше тоқып отырған сымның өткір ұшымен омырауын нұқып көрсетті. «Мен сені неге алдаймын?» «Білмеймін, айтқыңыз кеп тұрған басты сөзіңіз ішіңізде қалған тәрізді. Өйткені сіз тым сабырлысыз, қысқа шейін әлі көп бар, кеудешені асықпай тоқсаңыз да үлгересіз ғой». Бағиланың дәл байқаған бұл сөзінен Мәлике дір ете түскендей, тоқуын баяулатып барып тоқтатты да, басын көтермеген бойы ойланып қалды. «Егер шынымды айтсам», деді ол сәл қасын кере сөйлеп, «өзгені көп түсінетін ойшыл адам барлық уақытта бақытты бола бермейді. Олардың өмірі қол фонардың батареясы секілді, бар мейірімі мен қайрат жігерін өзгеге жұмсайды да, өзі түптеп келгенде энергиясыз қалады. Сонымен білмеймін. Мүмкін соның өзі бақыт шығар. Жалпы, үлкен ұғымнан келгенде. Ал жеке бастың ұғымынан келгенде, ол иығын қозғап қойды. Білесің бе, жақсы адамдардың басым көпшілігі тіршілікте бақытты бола бермейді. Бір ғажабы, олар мұны бақытсыздық деп ешқашан есептемейді. Өйткені олар өзіне тиісті бақыттың басқаларға үлескенін біледі, және мынау маған тиесілі ет деп айтпайды. Жақсы адам болудың қиындығы да сонда. Лике, сіз бүгін ерекше ойшылсыз ғой. Мен өзім жайлы ғана сұраған жоқпын ба? Мен сен жайлы да айтып отырмын. Демек, мен үлкен ұғымнан келгенде бақыттымын да, жеке бастың ұғымынан бақытсызбын ғой. Бірақ, бір ғажабы, өзімді бақытсызбын деп есептемеймін. Дәл солай болмаса да, сенің бойыңда сол қасиеттердің нышаны бар. Кім біледі, алдыңда әлі өмір көп. Адам өзгереді ғой. Жас көзімде сөзім тал, түсінгіш, жақсы деген жігіттерім мен қыздарым қазір мүлде өзгерді. Көпшілігі қу, өмір сүруге бейім, жалтақ та жағымпаз боп кетті. Ал жаман деп ойлаған адамдарым парасатты азамат болды. Өмірдің өзі бәрін үйретеді. Мен мектепте оқып жүргенде 10-шы класты бітіргенше асығып едім. Есейсем өмірге аралассам деп зырмандаушы едім. Дүние деген аңыздағы жұмақтай көгілдір түске боялып, пәк күйінше маған қол бұлғап тұратын. Оның бір бөлігінде адамдар бақытты өз иелерін күтіп тұратындай, мен соны тауып ала салатындай сөзінуші ем. Енді қарасам, бәрі оңай емес екен. Ол ойлы пішінде күлімсіреп қойды. Сөзінің соңында мектептегі өмір бір бөлекте, есейген кездегі өмір мүлде басқа екенін, оның түсінуге ауыр күрделі қайшылығы боларын, әділет пен әділетсіздіктің мәңгі майдандасып жатарын айтпақ болып еді. Оған тілі жетпеді, және оның бұл араға қатысы жоқ екенін түсінді. Бұрынғы бейтаныс қазіргі жасында бір кезде купеден қуып шыққандарын, өзінің оңай оқуға түсе салғанын, студенттердің тізімін оқып тұрған қыздың өз фамилиясын таппағанда қорланып жылап жібергенін, тәмпіш қара қыздың тарихтан 2 алып қалса да студент болғанын, сәргелдің ғылыми жолын, тіпті қарсы алдында өзімен сөйлесіп отырған Мәликенің сырты бүтін, іші түтін өмірін, жасын творчествосын тасталқан қылған соңғы мақалалар, бәрі дәл қазір топырлап кеп есіне түсіп өтті. Өзі осылай ойлап отырса да, аузын ашқанда мүлде басқа сөз айтты. «Иә, сіз дұрыс айтатын болуыңыз керек», деді. Ауладағы бассейн жанында бірінің үстіне ойыншық шелектермен сарылдатып су құйып тұрған 2 кішкене баладан көз алмай отырып, мен ол жігітті ұмыта алмайтын сияқтымын, ал оның жолы мүлде басқа. «Сүр», деді Мәлике оған назар тоқтата қарап, «жасынның ерекше адам екенін білем, ол сенікі емес, сондықтан, ауырда болса да айтайын, сенің оны ұмытқаның жөн. Ерте ме кеш пе, бәрібір ұмытуына тура келеді. Жазғы каникулыңда алыс бір жаққа кет, мәселен, Қара теңізге, немесе Бурабайға.
Жалғызсыраймын десең мен де бірге барайын. Бұл Бағиланың Мәликеден мүлде күтпеген сөзі еді, және бұл сөздерді ол бұрынғы өз мінезіне мүлде жат, мүлде беймағлұм сабырлы кейіппен айтуы оны барынша таң қалдырып, жүрегін мұз саусақпен шымшылап өткендей болды. Бұрын жасын екеуінің жолында жанын құрбан етуге дайын боп көрінетін елгөзекте, ақ жарқын Мәликенің 2-3 күннің ішінде күрт өзгеріп, жасынды қалай ұмытудың жолдарын айтып отырғанына тағы түсіне алмады. Бәлкім, мен ақыл сұрағандай болған соң амалсыз ойлап тапқан шарасы шығар. Жасын мен екеуміздің арамыздағы оқиға бұдан ары жалғаса берсе тұйыққа кеп тірелерін, тірелгенімен тұрмай әуелі мұнда, сонан соң елдегі әке-шешесіне белгілі боп, оларды да ұятқа қалдырарын сөзген болар. Мұнан әрі не боларын білмей өзімде күйзеліп жүрген жоқпын ба? Оны ұмытқанда жөн шығар. Әрі кешегі оқиғадан соң оны ұмытуға да қақым бар ғой. Онан соң жақында жазғы сессияларың басталады. Сен бұл жаққа оқу үшін келгеніңді ұмытпа деді. Басы толған шудың арасынан Мәликенің даусы бөлек естіліп, сенің тағдырыңа біз Қаратайдың алдында жауаптымыз. Иә, солай. Жақында сессия, мұны айтқан кезде Бағиланың көзіне жас төңіректеп үлгірген еді. Оның даусының үзіліп шыққанын, көзіне жас алғанын анық сөзсе де, Мәлике басын жоғары көтермеді. Тап бір күні ертең қар жауардай, ал баласы осы күртешенің бітуін ғана күтіп үйінде жалаңаш отырғандай тоқуын бұрынғысынан да жылдамдата түсті. Бағила оның қимылы мен бет жүзінен айрықша бір ішкі толқынысты аңғарып, бірақ одан сыр бергісі келмей отырған Мәликеге ызаланып, айғайлап жібере жаздады. Лике, не болған сізге? Маған айтпайтын қандай жасырын сырыңыз бар еді? Тоқтатыңызшы тоқығанды, Құдай үшін. Курортта не бітіреміз? Бүгінгі барлық әрекеті мен сабырлы сөздері Бағиланың ызасына тиіп отырғанын енді ғана аңғарған адамдай, Мәлике лыпылдап отырған саусақтарын оқыс тоқтатты да. Сәр бір нәрсені білдіргелі жүр деді, шарасы таусылғандай ақырын сөйлеп, ол жасынмен сөйлеспекші. Бұл ол жігіттей нәзік дипломатия мен биік мәдениетті меңгерген дейсің бе? Кеңірдегінен тобық жүгіріп, көз өкінің көзіндей боп жетіп барғанда қырсығына тиіп, бүкіл қала естер дауға айналып кетеме деп қорқам. Жасынның әйелі бұл жайды естісе, не болма? Және көлденең біреуден емес, қыздың немере ағасынан. Мәликеден естіген бұл хабар, шынында, жас қызды қатты шошындырды. Ақырамаштың суық торғайларындай дүретіп жүрегіне қонақтаған үрей оның Мәликеге деген ашу ызасымен қонақ үйдегі оқиғаның әлі табы қайтпаған іш құсалығын löздің арасында бәсеңсітіп тастады. Ол нақтылап келгенде неден қорыққанын, нені көз алдына елестетіп шошынғанын білген жоқ. Әйтсе де кеудесін сұмдық жайлады. Өз өмірі мен жасынның өмірі қыл үстінде тұрғандай көрінді, және өз жағдайынан гөрі жасынның жағдайы жанына қаттырақ бататын секілді. Бағила бұл оқиғаның мәңгі құпия боп қалмасын, ерте ме, кеш пе, әйтеуір бір кезде бір қолайлы сәт тауып бәрін әкесі мен шешесіне сырғып ақтарғанда қайғысын таратқанда емес, бір адамның кеудесіне көптік етердей бай сөзіңдерін қуана отырып, мақтана отырып ақтармақ еді. Енді соның бәрі табан астында астан-кестең боп, бәрінің күтпеген жерден кесірлі бағыт алып кеткелі тұрғаны қызды әрі қатты қорқытып, әрі дағдартып кетті. Жоқ, олай болуы мүмкін емес деді ол дірілдеп, ол кісілікке жатпайды. Мен мұны кешіре алмаймын. Сонда не істемексің? Кетем басқа қалаға. Басқа институтқа. Ақмақ болма деді Мәлике зекіп, бұл жақтағы сөз ол қалаға сенімен бірге, немесе сенен бұрын жетеді. Және Қаратаймен бізге таңба тастап кетесің. Енді не істеу керек? Сәрге өзім түсіндіріп айтам. Бәрі жай сөз деймін, жазда екеуміз Қара теңізге кетеміз. Бәлкім, шынымен оны ұмытарсың. Солай ма? Қыз оған тесіле қарап ұзақ тұрды да, бетін басып солқылдап жылап жіберді. Сол күні кешке Сәргел үйге ерекше көңілді кірді. Басқыштармен көтерілгенде ыңылдатып әндетіп, есік ашқан әйеліне өмірінде байқалмаған мінез көрсетіп иіліп тұрып гүл ұсынды. Бүгін екеуміздің қосылған күніміз, есіңде ме деді ол, жаз ішіңде де басынан тастамайтын терсіңді шляпасын киім ілгіштің жоғарғы полкасына қойып жатып. Рахмет деді Мәлике Сәргелдің ең әдемі гладиолустарды таңдап әкелгеніне шын қуанып. Дәл қазір ол күйеуінің гүл сыйлағанына қуанып тұрғаннан гөрі, гүлдің әдемілігіне сүйсінуі басым еді. Сәсер, сен гүл мен сыпырғының арасында қаншалықты айырма барын біле бермеуші едің ғой, қалай таңдадың? Ер адам таусылмайтын қазына.
Қаза білсең оның сыры көп деп ол саусағын шошайтып, ыржия күлді. Қой, бүгін отау болған күнімізді атап өтейік, ешқайда да бармаймыз, осында өткіземіз. Шаңырақ құрған күнді шаңырақ астында атап өткен дұрыс. Міне, мына сумкаларда бірдеңелер бар. Байқа, шампанды маған қаратып ашпағайсың. Сәргел баяғы кезде Медеу ресторанында отырып Мәликенің оны шампанға шомылдырғанын есіне ала сөйледі. Бүгін Сәргел екеуінің қосылған күні екенін, шынында Мәлике ұмытып та кетіпті. Сәргел оған гүл беріп, сол күнді еске түсіргенде, өз жүрегінде қуаныш та, тебіреніс те жоқ, түсініксіз бір бос кеңістік жатқандай сезінді. Ол кеңістікке Сәргелмен ішкен неке суынан қуаныш боп бір тамшы да тамбайтынын, керісінше, оны реніш пен наланың, көп ретте жұртқа көрсетпейтін көз жасының тамшыларымен толтырарын, тола қалса сонымен толарын түсінді, бұрында түсінген. Бірақ ол оның бәрін қырмандағы қоқыстай кеудесінің бір бұрышына үйіп қоя тұрды да, шын қуанған боп күйеуінің бұлғауыш сабындай жіңішке мойнынан құшақтады. Бағиламен арада өткен бүгінгі әңгіме, бүгінгі келісімнен кейін бұл үйге қандай болса да бір қуаныш керек еді. Мәлике Сәргелге тап қажетті күні, зәрулі күні қосылғанына қуанды. Бір сағаттан соң олар түп-түгел стол басында отырды. Ас үйде болмаса, залда өтетін салтанаттан әманда сыртқары қалатын Мәнсия мен екі бала да үлкендермен қатар жайғасты. Үлкені Елтай биыл мектепке баруы керек, сондықтан салауаттылық сақтап, дастарханға шақырған кезде кішісінен кейінірек келді. Ол анасының жанындағы орынға жайғасқанда інісі ағасына деп құйылған лимонадты да орталап, жоспарын ұятты болса асыра орындап жатыр еді. Соңғы күндердің оқиғасымен әлгінде ғана Мәликемен арадағы әңгіменің ауыртпалығынан әлі өзіне өзі келе алмаған Бағила аурудан жаңа тұрған адамдай стол басында сүлесі отыр. Сәргелден қол созым төменде индеецтерден шыққан тұңғыш жазушы Сат Октың кітабынан көз алмай Мәнсия жайғасыпты. Стол басында қанша адам болса бәрінің де өз ойы, өз мақсаты, өз дәрежесінде ақылы мен қулықтары бар, бір-бірлеріне мүлде ұқсамайды. Тіпті кішкентай Елтай мен Ертайдың да мақсаттары әр басқа. Үлкені авиаконструктор боламын десе, кішісі сағыз сататын дүкенде сатушы боламын деп әзірге елде жоқ кәсіпті айтады. Сәргел көңілді қалпынан таймай, бокалдарға шампан құйып шықты да, бүгінгі салтанаттың мәніне біраз тоқталып, тост көтерді. Хрусталь бокалдар аспанда түйісіп, күйме қоңырауындай сыңғырлады. Ол бокалдардың арасында Елтайдың лимонад толы бокалы мен ішінде тамшысы да жоқ, Ертайдың да бокалы сыңғырға сыңғыр қосты. Мәнсия, әр нәрсенің өз орны бар деді. Сәргел бокалын соғыстыра салып кітапқа қайта үңілген оған. Дастархан басында ас ішіледі, кітап оқылмайды. Ал стол басында, анау өз бөлмеңдегі, ас ішілмейді, кітап оқылады. Мәнсия басын көтеріп, екі жұдырығына иегін тіреп отыра қалды. Дәрігер болғысы келген адам мединститутта оқиды, пединститутта оқымайды. Педагог болғысы келген адам пединститутта оқиды, мединститутта оқымайды деді, ащы мысқылмен күлімсіреген боп. Сәргелдің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Ол отырғандарға жағалай қарап өтті де, оған қайта мойын бұрды. Бұл да кітапты көп оқығанның пайдасы ғой деді, дастархан шырқына кесірін тигізбеуге тырысып, әзілдеген боп. Егер алған білім пайдалы нәрсеге жұмсалмай іште қала беретін болса, ол улы газға айналып, адамның өзіне зиянын тигізеді. Білім де ақшының бүркіті сияқты. Оны орнымен жұмсау керек, бағалау керек, қастерлеу керек. Егер бүркітті аң көрінбесе де томағасын алып босқа ұшыра берсе, ол ашуланып, аңшының өзіне шабады. Тілдің де қасиеті осыған ұқсас. Оның да қайтып айналып кеп өзіне тиетін көзі болып тұрады. Және жиі болып тұрады. Сәргел сұқ қолын аспанға шошайтып, өз сөзіне өзі риза болғандай шиқылдай күлді. Мәнсияның көзінен ыза оты жылт ете түсті де, еріндерінің көгеріп, болар-болмас дірілдегені байқалды. Сәргел бунтка бастағалы тұрған паузаны ұзата бермей, жалма-жан тағы сөз бастады. Көп ұзамай бәріңде оқуларыңды бітіресіңдер, жан-жаққа тарайсыңдар. Міне сол кезде, деді ол қайта көңілденіп, мені сол кезде мына аталарыңды сағынасыңдар. Қандай көңілсіз болмасын өткен, артта қалған өмірді аңсайтын адам баласына біткен қасиет. Мен бір үзім нанға зар боп, бүтін көйлек киіп көрмеген болашақ шағымды аңсаймын. Сол күн бір айналып келсе екен деп тілеймін. Ал сендер бұл үйден не жаманшылық көріп жүрсіңдер? Бәрі бар, бәрі жетеді, ешкім қақпайлап жатқан жоқ. Тынышта бейғам өмірдегі кірбіңдердің бәрі өткінші, бәрі ұсақ, оларды ұмытып кетесіңдер. Қане, мына тосты біріңе жеңге, біріңе әпке, енді біреулеріне, ол даусын көтеріп, екі баласына еңкейді. Мама!
Мәликенің денсаулығы үшін алып қоямыз. Түгел ол өзі осылай деп ұран тастаса да үшеуінің де тамшы қалдырмай түгел ішіп салғандарына таңданып, шын жөтелгісі келді ме, тамағын қырнап шашалып қалды. Келесі тосты Мәлике көтерді. Бүгін Сәргел екеуміздің ұмытылмас күніміз. Дәл осы күні екеуміз заңды түрде өмірлік жолдас болдық. Күнделікті тіршілік қамымен, ерлі зайыптылардың үйреншікті өмірімен сол ұмытылмас күн көмескіленіп бара жатыр екен. Соны еске салып, әуелі мені, қала берді қалған бәріңді қуантып отырған мына алдарыңдағы біріңе аға, біріңе жезде, енді біреулеріңе, ол да дәл Сәргел сияқты екі баласына еңкейіп қойды. Әке, Сәргелдің, сэрдің денсаулығы үшін көтерулеріңді сұраймын. Түгел. Алдымен өзі, сонан соң екі қыз да қағып тастады. Сәргелдің бадырақ көзі жылт-жылт етіп үшеуінде тез аралап шықты. Сонан соң ішінде балалап үлгірген қап-қап күдікті ойларын ернін қымқырып біраз қамауда ұстап отырды да, ол ойлардың тәптігі басылды ау деген кезде аузына бокалды апарды. Мәликемен қосылған күнді отбасында ішпесек те ырым үшін атап өтейік деп ойлаған Сәргел мына үшеуінің, әсіресе мына екі қыздың қамшы салдырмай шампанды сілтеп-сілтеп салғандарына қатты қайран қалды, тіпті шошынайын деді. Демек, олар үйренген, бұл жоқ жерде үйренген. Бәлкім, бұл жоқ жерде олар бұрқыратып темекі де шегетін шығар. Бұрын іше алмайтын адам кенеттен дәл бүгін менің көз алдымда бірден бокал құрғата алмайды ғой. Жазғы сессияларын ойдағыдай аяқтап Бағила 4-ші курсқа өткен соң Мәлике екеуі Қара теңіз жағасына жүріп кетті. Өзі командировкадан келгенде үй ішінде бір жеті бұрын темекі шегілгенін сезетін қызғаншақ Сәргелдің әйелін осындай қатерлі сапарға жіберуі ол тарапынан ерлікпен пара-пар еді. Және оның ойында курорт, теңіз жағасы деген сөздер, көзге шөп салу деген сөздің баламасындай көрінетін. Бұл жолы әйелінің қасында немере қарындасы бара жатқан соң, көңіліне соны медеу тұтып, қинала отырып рұқсатын берді. Сәргел оларды самолетке шығарып салып, үйіне келген соң телефон арқылы Қаратаймен сөйлесті. Рахмет деді Қаратай ризалығын білдіріп, оған жасаған әкелік қамқорлығыңызға қуаныштымын. Тәйірі, рахмет деуге тұра қояр ма екен деді. Сәргел өз ісіне қасақана мән бермеген боп, балалардың қамын ортақ ойлау парызымыз ғой. Олар біздің өз ұрпағымыз, артта қалар тұяғымыз. Солар үшін жүрген жоқпыз ба бәріміз де? Екінің бірі сіз сияқты түсіне бермейді ғой. Сәргел Қаратайға ұнағанына қуанып кеңкілдей күлді. Өзің білесің өткен жолға әлгі бір келеңсіз әңгімеден аулақ болсын деп. Оны ұмыттау деймін, қазір бәрі жақсарды. Қабағынан көріп жүрмін. Алыс жаққа барып теңіз суына шомылған соң, тәтті де балаң ойларына теңіздің тұзды суы араласып, кермек болмаса да түшіп қайтатын болады. Ол бұл жолы жақсы теңеу тапқанына риза боп қарқылдап күле беріп еді. Трубкадан өзін қостай кеткен күлкіні естімеген соң даусын баяулатып жатпай-ақ кіл тоқтай қалды. Келесі сәтте бетіне бірден салқын қандылық орнап, көзі сәт санап шақырая берді де. Қашан? Неге деді таңданғаннан тілі таңдайына жабысып, білмеймін, оқыған жоқпын. Қазір жазушы көп қой. Бәрі жақсы, қайсыбірін оқисың? Қол тимейді, грейдершілер оқыса, олардың уақытысы бар шығар. Бізде сабақ, қыруар тіршілік, ғылыми жұмыс. Қаратай, мені кешір, хатты айтқысы келсе де даусын көтере алмай, онысы өтініш сияқты боп шықты. Жақсы жазушы болса болар. Заман жақсы, ел тыныш, жақсы жазбағанда не істей? Бәрімізде қарап жүрген жоқпыз. Қол тисе көрерміз. Өткен жолы қолыма алып байқап едім, түсіне алмадым. Үйсіп жатқан бір бәле, сонда не дейсің? Вот, солай. Жаза берсін. Өзіміз болған соң сөз арасында айтқаным ғой деді Қаратай күліп. Әрине, оның ақылдылық. Жауыңа да парасатпен қарау керек. Бірақ ол бізге жау емес, есекке қалдырады. Егер бұрынғысын қайта бастаса мен онымен басқа тілде сөйлесем, біздің тұқымның соңынан сөз ергенін қаламайтынымды білесің. Жалпы, жазушы дегенге жаным қарсы, олар өзі бар нелеу, тұрақсыздау ма, қалай? Мына жігіт үйленген, бала шағасы бар, газеттерде күнде сыналып жатады. Өзіні шейді дей ме? Сәке, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Ол жігітті, Қаратай сылқылдап күліп алды. Ол жігітті күйеу бала еткелі құлшынып тұрған мен жоқ. Жалпы бейтаныс жазушы ретінде айтып отырмын. Өзінше объективті болғаным ғой. Бәсе, ол қайтадан шиқылдай күлді. Жұмысың жақсы ма? Жаман емес. Жеңгей жоқта ауылға кеп демалып қайтыңыз балалармен. Құда қаласа. Барып та қалармын. Ал, сау бол, бәріне сәлем айт.
Ол үлкен бір міндеттен құтылғандай жеңіл бір демалып, балконға шықты. Күн батып, көз байланып келе жатқан шақ еді. Төменнен өзіне етене таныс тұлғаны көргендей боп, алға итініп, үңіле қарады. Иә, сол. Ол мұнда неғып жүр? Сербота, бұл сенбісің деді сәргел дауыстап, жігіт қалшиып тұра қалды да, дауысқа мән бермеген мүлде басқа адамдай орнынан қайта қозғалып, бұрышты айналып кетті. Сәргел өз көзіне өзі сенбей иығын бір қиқан еткізді де, ішке қайта кірді. Балалар мәнсемен далада ойнап жүрген. Ол екі қолын артына ұстап, аңырайған бөлмелерді аралады. Бәрі тап-тұйнақтай, тап-таза, сұп-су. Үй ішіндегі кітаптар мен мебельдер, қабырғадағы орта қол картиналар тылсым сырды ішіне бүгіп жатқан сияқты. Ол сенделіп жүріп Бағиланың бөлмесіндегі бұрынғы әйелі мен екі баласының портреттерінің алдына қалай келіп қалғанын байқамапты. Сәргел оларға ұзақ қарады. Сол кезде кеудесіне әлде қалай бір сағыныш пен жалғыздық еніп, көңілі құлазығанын сезді. Таң бозарып келе жатты. Кешкі тамақтан соң бір сағат жатып алып, столға отырған жасын орнынан тұрып, терезені ашты. Сырта қамалып тұрған кәусар ауа ішке лап құйылып, жылылыққа ұйыған денесін дір еткізді. Ол сонда ғана барып түні бойы шеккен темекі түтінімен қимылсыз отыра бергеннен басының зырқылдап тұрғанын сезді. Үкі мамығын тербетер жел жоқ, таң алдындағы маужыраған тымық шақ. Дүние күннің шығуын күтіп демін ішке тартып тына қалған. Маңай әлі ұйқыда. Терезеге төніп тұрған терек пен қарағаштардың қою жапырақтары да таң алдындағы тәтті ұйқысынан ояна қоймапты, үн шығармай мүлгіп тұр. Сол сыбдырсыз жапырақтардың арасынан бөзілдеуік пен қара торғайлардың мың құбылтып салған әндері тұп-тұнық, тап-таза естіледі. Күннің туылуы, деді жасын іштей, жаңа күннің туылуы. Дүние толғатып жатыр. Біраздан соң дүниеге жаңа күн келеді. Ол таңның атуын көзбен талай көріп келеді, бірақ бір-біріне ұқсап атқан таңды көрген емес. Әр таң әр басқа, адам сияқты олардың да әр түрлі мінезі, әр түрлі сыры бар. Оның ойына болашақ кейіпкерлер айтатын диалог түсті. Дүниеде не сұлу, таң сұлу, енді бұған қарама қайшы ұғым болу керек, әйтпесе мұның мәні аз деп ойлады ол тағы да. Ажарсыз, сүйкімсіз нәрселерді ойша шарлап шықты, бірақ таба алмады. Ажарсыз, сүйкімсіз дегендердің бәрі де таразылап келгенде, адам баласының қалыптасып қалған қабылдауына байланысты екенін аңғарды. Ол терезеден сыртқа сұғынған денесін кейін тартып, жазу столына қайта жақындады. Үй ішіне сіңіп қалған темекі түтінінің қоңырсық иісі қайтадан қолқасын қапты, басы қайтадан зырқ ете түсті. Терезенің екі жақтауында бірдей ашып, түні бойы жазған жолдарына үңілді. 2,5 бет. Кешкі 8-ден таңғы 4-ке дейін бітіргені осы. Бірде-бір сөзі өшірілмеген 2,5 беттік диалогсыз текст. Жалпы ол ешіріп жазғанды ұнатпайтын. Өзгелердің талай рет кешіремін, өңдеймін, сызамын дегендеріне түсінбейтін, оған қарсы болатында. Таза өнер бір сәтте екі тумауы керек дейтін ол, көркем шығармада жекелеген сөз деген бөлік ұғым жоқ. Өнер сол жеке сөзден басталады. Ой мен сана адамға сол сөздерді күні бұрын дәл табу үшін берілген. Керек көзінде, дәл табылмаған сөз жазушының әлі дайын еместігін көрсетеді. Бірі сызылып, бірі түзеліп, айғыз-айғыз болған қағаз алдында отыру ұят емес пе? Әуелі бәрін ойда жазып алу керек. Сөзді өңдеп жазу. Писать, өңдемей жазу, тудыру, творить. Замандастары тұс-тұстан шуылдап қоя беретін, сонда жалғыз сен ғана дүние тудырасың да, өзгелер тек жазама. Пушкин, Толстой, Достоевскийдің тағылар. Сеніңше олар тек жазды ма? Еш нәрсе тудырмады ма? Екеуі де бар. Адам құдай емес. Мен ет пен сүйекке табынбаймын. Сонда сен данышпан болдың ғой. Бар болғаны мен өзімше ойлаймын. Жер бетінде сыналмайтын данышпандық жоқ. Сызбай жазуға да қақым бар. Ол машинкаға бірден жазатын адамның тәсіліне өлердей қарсы еді. Сөзді сыйламаушылық дейтінді. Толстой Анна Каренинаны машинкаға ауызша айтып тұр. Ауызша айтқан кезде ешқашан Анна Каренина тумайды. Жасын 2,5 бетті түгел қайта оқып шықты. Бұл өзен арнасын бұрып, шөл даланы суландыру жобасын ұсынған талантты инженер ғалымның бұрын өзі ойламаған зиянды салдарға тап болғаннан соңғы ой толғау, тебіренісі мен опынысы еді. Өзіне ұнайтын сияқты есік ақырын ашылып, ақ жейде, ақ дамбал мен состип қарап тұрған әкесі көрінді.
Иә, деді ол өктемінмен, тағы ұрыс естігін кеп таңды таңға ұрып отырсың ба? Бала, жап есікті, деді жасын оған доқ көрсетіп, қай бала бақшадан адасып жүрсің? Жағың пышақ қайрағандай, көзің шөлдің құдығындай, үйің сасық күзеннің ініндей. Бәрібір ертең кәзиттер арадай талайды, несіне әуре боласың? Жасын сақылдап күліп алды. Сен бала, барып ұйықта. Көп болса фамилияңды алып қоярсың. Маған псевдоним-ақ әке болады. Ол кім псевдоним деген? Ол да әкенің бір түрі. Бірақ борсық тұқымдас, ұрған сайын семіре береді. Қолында орта кесесі бар, шалын шынтағымен ысырып ішке анасы кірді. Ален Делондар мен Софи Лореңдер қаптап кетті ғой. Құрт қатқан тары көже. Ішіп алшы, деді анасы жұмсақ үнмен. Әйтпесе ішегің қабырғаңа жабысып қалады. Сайрай бермей баршы орныңа, деді кемпірі шалына ала көзімен ата қарап. Аш тауықтай құлқын сәріден сайрайсың. Жүр, мазасын алмайық, ол шалын ертіп шығып кетті. Жасын кесені қолына алды. Ыстықта емес, суықта емес, сіміріп салатындай әбі-тәбі екен. Кеше езілген құрт жоқ болатын. Оны езу үшін кемінде 1 сағаттай уақыт керек. Анасы да көптен бері ояу жүрген екен-ау, ол сағатына қарады. Таңғы 6 болыпты. Енді 1 сағаттан соң әйелі мен баласы да тұра бастайды. Жасын терезені жауып, шамды өшіріп, әйелі жатқан ұйықтайтын бөлмеге қарай жүре бергенде, даусын ақырындатып қойған телефон дызылдай жөнелді. Жасын таңданып, иығын қозғады да трубканы алды. Тыңдап тұрмын, деді ол үйдегі қайта орнаған тыныштықты бұзбай ақырын ғана. Ар жағынан әйел даусы естілді. Жасын, бұл сіз бе? Иә. Қалай ерте тұрғансыз? Алматыда енді таң атқан болар. Бізде жап-жарық. Бұл кім? Мен Мәликемін ғой. Кім? Мәлике, ұмытып қалдыңыз ба? Қайдан? Ялтадан. Жасын түкке түсінбей үнсіз қалды. Алло. Не айтайын деп едіңіз? Біз осында демалуға келіп едік. Оның даусы абдырап, үрейлі шықты. Бағила қатты ауырып, ауруханаға түсті кеше. Мәлике жылап тұр. Жасын жұмсарайын деді. Мен не көмек бере аламын? Сіз келіп кетіңіз. Келуге тиіссіз. Келген соң түсінесіз, телефонмен ештеңе айта алмаймын. Жасын сәл мүдіріп барып. Естеріңіз дұрыс па? Ялта қаскелең емес қой, деді, және барғанда қолымнан не келеді? Өтінемін, 2-3 күнге уақыт табыңыз. Сізге телефон соқпай-ақ қояйын деп едім, болмады. Түсініңіз. Келесіз бе? Оның жағдайы шынымен ауыр, менің 15 тиындықтарым бітіп қалды. Телефон автоматтан соғып, тұрмын, тез айтыңыз. Сонда мен Алматыдан шақырылған жедел жәрдем ретінде бармақпын ба? Ненің ретінде екенін білмеймін, келіңіз. Егер билет алу қиын болса, орталық аэрофлот агентствосының 9-шы кассасында, естіп тұрсыз ба? 9-шы кассасында Тетя Маша деген кісі бар, ұмытпаңыз. Тетя Маша, мені айтсаңыз ұшып бара жатқан самолетке де билет алып береді. Біз Орсаңда ресторанның жанындағы корпус. Дауыс үзіліп кетті. Мәликекің 15 тиындықтары бітсе керек. Неткен ұшқалақтық, деді Жасын ызаланып, осындай хабар айтуға келеді. 15 тиындықтарында жеткілікті ғып алмайды. Ялта. Олар қашан кетіп жүр? Мәликенің идеясы ғой шамасы. Жасын Бағиламен баяғы оқиғадан соң 2-ақ рет телефонмен сөйлескен. Қыздың даусынан тек реніш қана емес, санадан туындайтын салқындықты аңғарып, қайтып хабарласпағанды, және өзінің де жанын кеміріп, күннен күнге ұлғайып, сүйек жараға айналып бара жатқан қасіреттей сезімді дәл осы тұста тежеп, шамасы жетсе шідерлеп тастауға бекініп еді. Ол қанша алысқа ұзағанмен, өзін-өзі қанша ауыздықтағанмен Бағиланы ұмыта алмасын, нәзіктікке езіле бермейтін қасаң жүрегінде оның бейнесі ақырғы минутқа дейін бірге өмір сүрерін жақсы түсінді. Былайғы жұртқа түрпідей көрінер, жас қыздың өмірін қорқылармын деген ойдан ол қорыққан жоқ. Бұлай деп ойламады да, бар қорыққаны Құдайдай табынар сұлулыққа да бір кезде бойының үйреніп, оған көңіл бөлмейтін көздің келерін сезінгендіктен еді. Періштенің қызымен некелескен бір еркек 5 жылдан соң аузы қисық бір әйелге ынтық бопты. Жасынның бір повесіндегі бір шалдың ер адамның қанағаты мен соқыр нәпсісі жайлы ауыз әңгімесінен. Жасын әлгі еркектің адамдық қасиетінің өлгенін аза тұтты.
Адам бойында ет өлу, үйрену, көз тию, көңіл тояттау сияқты қасиеттердің бұғып жатарын білген ол Бағиламен бірге сұлулық пен ынтызарлық символын өлтіріп алудан қорыққанды. Ол жұмыс кабинетінде ұзақ ойланып отырды да ұйықтайтын бөлмеге беттеді. Дыбысын білдірмей есікті ашты. Әйелінің ұйқысы қанып қалған болуы керек, білдірмей кірсе де бұл енген кезде орнынан бір қозғалып, оң жақ қырына аунап түсті. Жасын паралон халатын шешіп жатып әйеліне қарады. Бейкүнә, бейғам күйде, екі алақанын жағына төсеп, момаған пішінде ұйықтап жатыр. Әлгінде ғана сонау Ялтамен сөйлескенін, ол жақта өз күйеуінің жүрегінен мәңгі орын алған басқа бір қыздың барлығын, мұның келуін асыға күтіп отырғанын мүлде білмейді. Ол анау айтқан сұлуда емес, көп ішінде елеусіз қалар ажарсыз да емес, орта бойлы, қыр мұрынды, жарасымды қастарының екі ортасы көтеріңкі біткендіктен жүзіне ылғи да таңдан сеуіп тұратын әдемше келген әйел еді. Екеуінің арасында түс шайысу, дауыс көтеру деген ешқашан болған емес. Ол Жасынды мейлінше жақсы көретін, сол жақсы көруі екеуі отасқалы бері бәсеңдеген жоқ. Бәлкім, олардың ұрыс-талассыз өмір сүрулеріне де әйел бойындағы сол сарқылмаған сезім, сол сезімнен туындайтын кешірімділік әсерін тигізетін шығар. Неге екені белгісіз, осы кешірімділікпен не айтсаң соған көнетін баладай бағыныштылық кей кездерде Жасынның ішкі ызасын оятатын. Өз тағдырын күйеуінің қолына қапсыз тапсырып, алаңсыз ұйықтап жатқан әйеліне Жасын бір сәт аяушылықпен қарады. Өзінің алдында оның инедей де кінәсі жоқ екенін, сондықтан оны жек көрудің де мүлде қисынсыз, негізсіз екенін ол жақсы білетінді. Егер жүрегінен басқа қыз ұмытылмастай берік орын алса, бұл әйелін ұнатпаудан, жек көруден туған сезім емес, сыры өзіне де жұмбақ, оны жеңуге шамасы жетпейтін, ол үшін ешкімді кінәлауға болмайтын айрықша күш екенін де санамен ұқты. Ялтаға ұшу оның алдына екі бірдей күнәні көлденең тартпақ. Бірі басқа бір сылтау айтып үй ішімен әйелін алдау, екіншісі адалдықтан аттау. Осы ой арпалысы өзін тынымсыз мазаласа да, ұстап тұруға болмайтын еріксіз күш оны Аэрофлот агентствосының 9-шы кассасына қарай итермелей берді. Ол біреу зорлағандай қиналып билет алды, амалсыз самолетке отырды. Самолетте біреу зорлағандай орнынан қинала қозғалды, қинала екпін алды. Әйелдің бөлмесінен бері созылған адалдықтың жібі бырт етіп үзіліп кетті. Самолет жерден көтеріліп, аяғын бауырына жиып алды. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 13-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.